Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына бірден лайк белгісін басып қойып, видеомызды жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Докторанттардың шәкіртақысы 500 мың теңгеге дейін өседі. Алдағы 4-5 жылдың ішінде докторанттардың шәкіртақысы 500 мың теңгеге жетеді. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек айтты деп хабарлайды Массагет газеті тілшісі. 3 жыл докторантурада оқып PhD алып шыққаннан кейін осы оқыған уақытта университетке келгенде есепке алынбайды. Оқытушылықтың бастауына тура келеді. Бізде оқытушы, аға оқытушы, қауымдастырылған профессор деп бөлінеді. Профессорлыққа жеткенге дейін біраз уақыт өтеді. Мақалалар жазып, гранттарға қатысу керек. Сондықтан ең алдымен PhD қағидаттарын өзгертіп жатырмыз. PhD шәкіртақысын көтереміз. Биыл 217 мың теңге жетті. Жыл сайын 20% көтеріліп отырады. Видеомыз кеңінен тарап, барша хабардар болу үшін видеомыз жақындарыңызға таратуды және лайк басуды ұмытпаңыз.